Құрметті қазақ елі, мен Еркінбек Нұрақын, Қазақстан Республикасының азаматы. Мына бір қарындасымыздың жазған видеосын тыңдап алыңыздар. Қытайдың жезөкшелері деп жазған екен мына менің ағатайым. Түріңізге қарасам дап-дарыдай, тіпті менің әкемнен де үлкен кісі көрінесіз. Бәлкім сіздің де қызыңыз бар шығар. Біреудің не істеп, не қойып жатқандығын білмей жатып, қалай осылай жазуға болады? Қараңғылықтан қашан құтыламыз? Мен шетелде кәсіп жасап жүрмін. Әке-шешемді, жақындарымды тастап, бөтен елде жұмыс жасап жүрмін. Қазақстанда қолдайтын ағаларым, әпкелерім бар деп, Қытайда шалқамнан жүрмін. Еліміздің де дамымай, артта келе жатқандығы осындай қараңғы кісілердің арқасында емес пе? Бұл видеода жас кәсіпкер қызға жезөкшелер, Қытайдың жезөкшелер деген сөзді фейк бүркеншек атпен Сүлейменұлы Ардақ деген менің фотосуретімді қойып жазған екен. Мен бұл қарындасымызға мұншылық ауыр сөз айтатындай азамат емеспін. Мен демократияны сүйетін, болашақ үшін қазақ халқының мүддесі үшін күрес жасап жүрген азаматтардың бірімін. Жегатпен шабуыл жасау бұған дейін де, бұдан кейін де бола береді. Сондықтан қарындасымның біздің ұлт мүддесі үшін жүрген азаматтардың әртүрлі мақсатта біздің фотосуреттерімізді пайдаланып жазған әрқандай істеріне назар аудармауыңды сұраймын. Мен бұл Сүлейменұлы Ардақ емеспін.